Әрбір ауырған қызметкерге жұмыс орны міндетті түрде 100 000 теңге төлеуге тиіс екен. Енді сіз ауырып қалсаңыз, сол қаржыны жұмыс орныңыздан барып талап ете аласыз. Осындай форматта біраз жаңалықтар тарады, біраз парақшалар жазды. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Ойланып көрдіңіз бе? Бүгін осы мәселені талқылап көрсек. Ақпарат манипуляция. Ауырып қалып басшыңызға барып 100 000 теңге талап етіп жүрмеңіз. Бірінші мынаны біліңіз. Еңбек кодексі 133 бап 1 тармағына сәйкес, жұмыс беруші расымен де мекеме есебінен қызметкерге еңбекке қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеуге міндетті. Алайда жәрдемақы мөлшері тек еңбекке уақытша жарамсыз парағы, яғни больничный лист бар адамдарға ғана беріледі. Ал төлемнің нақты сомасы қызметкердің жалақысына және ауырып қалған күндеріне байланысты есептеледі екен. Мысалы, сіз 5 күн ауырып қалдыңыз делік. Орташа жалақыңыз бір күнге шаққанда 5 000 теңге болды. Сонда сізге бар жоғы 25 000 теңге есептеледі. Сондай-ақ ол ақшаның үстіне, жәрдемақының үстіне түрлі салықтар мен несие жарналар да кіреді екен. Жалпы 100 000 теңге қайдан шықты деп отырған шығарсыздар. Еңбек кодексінің 133 бап 4-1 тармағы бойынша жәрдемақының мөлшері 25 айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс. Сонда бір қызметкерге бір айда төленетін ең жоғарғы сома 98 300 теңге. Және де сол соманың ішіне жеке табыс салығы 10%, міндетті зейнетақы жарнасы 10% және мәмс 2% алынады. Ал қалған төлемдер жұмыс берушінің есебінен жүзеге асырылады. Жалпы 1 сәуірден бастап еңбекке уақытша жарамсыз парағы тек онлайн түрде жасалады екен. Яғни қағаз түріндегі парақ енді жарамсыз болады. Дегенмен еңбекке уақытша жарамсыз парағы, яғни больничный листпен анықтамасын больничный справканы шатастырып алмаған жөн. Себебі әлеуметтік жәрдемақы тек еңбекке уақытша жарамсыз парақ үшін ғана төленеді. Ал сіз уақытша еңбекке жарамсыз ретінде қанша теңге алып көрдіңіз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, себебі шындыққа сіздің де таласыңыз бар.